Hello everyone, құрметті 5-ші сынып оқушылары, сіздермен ағылшын тілі пәнінің 1-тоқсандағы БЖБ-ларына талдауды бастаймыз. Бірінші БЖБ-ның тақырыбы Home and Away. БЖБ-ның бірінші тапсырмасы Listening and Speaking бөлімдеріне арналады екен. Task 1. Work in pairs. Ask and answer 3 questions about the place you live in. The following words will help you to make a dialogue. Жұп болып жұмыс жасаймыз. Мына төменде бокстың ішінде берілген сөздерді пайдаланып, біз 3 сұрақ қойып, сол 3 сұраққа 3 жауап жазуымыз керек. Ол сұрақтар сен тұратын жерге қатысты болу керек. Алдымен бокстағы сөздердің бәрін аударып шығамыз, кейін 3 сұрақ құрастыратын боламыз. Кеттік. Apartment, пәтер. House, үй. Bedroom, жатын бөлме. Bathroom, жуынатын бөлме. Kitchen, ас үй. Dining room, тамақтанатын бөлме. Living room, қонақ бөлме. Roof wall, шатыр. Window, терезе. Door, есік. Small, кішкентай. Big, үлкен. Beautiful, әдемі. Yard, аула. Floor, этаж. There is, құрылымдарын біз бар деген мағынаны білдіру үшін қолданамыз. The room has, бөлмеде бар. On the right, оң жақта. Енді осы сөздерді пайдаланып 3 сұрақ құраймыз және оған сәйкес 3 жауап беруіміз керек. Бірінші сұрақ. Is there a yard of your house? Сенің үйіңнің ауласы бар ма? Жауап береміз. Yes, there is a big yard. Иә, үлкен ауласы бар. Біз бұл жерде there is құрылымын, yard сөзін және big сөзін қолдандық. Екінші сұрақ. How many bedrooms are there in your house? Сенің үйіңде қанша жатын бөлмесі бар? Бұл сұраққа жауап There are 3 bedrooms in my house. Менің үйімде 3 жатын бөлмесі бар. Үшінші сұрақ. Where is the kitchen? Ас үй қайда? Жауабы It is on the first floor. Ол бірінші қабатта.